бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар. Аманкүл Жайылханова. Қалай ойлайсыз, бас қаламыз ел бірлігін арттыруда қандай рөл атқарады? Астана болғалы, ол бүкіл дүние жүзіне белгілі болды. Біздің Қазақстанды астанасы арқылы бүкіл дүние жүзі біледі. Астананың дамуында ассамблеяның рөлі қандай болды? Астананың дамуына Қазақстан Халқы Ассамблеясы бірінші күннен бастап өз үлесін қосты деп ойлаймын. Ел бірлігі мен татулығын сақтау жолында Астананың қандай бастамалары ерекше әсер етті? Бір шаңырақ астындағы бір мемлекет екенімізді, бір ұлт екенімізді дәлелдеді. Армысыздар, құрметті көрермен, қоғамдық коммуникация орталығында ашық әңгіме бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гүлжан Нұржан. Бүгінгі шығарылым 6 шілде Астана күніне орай болмақ. Ендеше бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар. Маңғыстау облыстық ақпарат және қоғамдық даму басқармасы қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Аманкүл Жайылханова. Құрметті Аманкүл Абдығалиқызы, қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымызды қойсақ, Астана тәуелсіз Қазақстанның символы. Қалай ойлайсыз, бас қаламыз ел бірлігін арттыруда қандай рөл атқарады? Рахмет. 1997 жылы Қазақстан Республикасының жоғары кеңесінде бұрынғы астанамыз Алматы қаласын Ақмола облысына көшіру жөнінде шешім қабылдады. Және 1998 жылы ол шешім орындалып, осы Астана қаласы Қазақстан Республикасының астанасы болып бекітілді. Мен ойлаймын, ол кезде бұл үлкен шешім болды. Себебі біздің қазіргі астанамыз орналасқан жер Қазақстанның орталығы және Азия мен Европаны біріктіріп тұрған орталық болғандықтан бұл дұрыс шешім деп ойлаймын. Және де осы 30 жылға жақын жылда астанамыз өзінің көркейіп, бүгінгі таңда өзіңіз айтқандай Қазақстанның үлкен символына айналды деп ойлаймын. Себебі келген қонақтарымыз және Астана болғалы, ол бүкіл дүние жүзіне белгілі болды. Біздің Қазақстанды астанасы арқылы бүкіл дүние жүзі біледі. Сол себепті өзіңіз айтқандай бұл Қазақстанның символы. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Астананың дамуында ассамблеяның рөлі қандай болды? Дұрыс, рахмет. Биылғы жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығын тойлап отырмыз. Және де бұл институтты біздің мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы басқарады. Бұл институт осы 30 жылдың ішінде өзінің Қазақстанның экономикалық дамуында және де Қазақстанда тұрып жатырған этнос өкілдерінің бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатырғандығы барлығы да осы біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының үлкен институт, үлкен күш екенін осы күнде дәлелдеді. Және де Астананың дамуына Қазақстан Халқы Ассамблеясы бірінші күннен бастап өз үлесін қосты деп ойлаймын. Себебі осы ассамблеяның шеңберінде жасалып жатырған керемет іс-шаралар көп. Және де ол тек қана республикалық немесе облыстық деңгейде емес, қазіргі таңда халықаралық деңгейде де Қазақстан Халқы Ассамблеясының жұмысы белгілі болып отыр. Сол себепті біздің астанамыздың бүгінгі әдемі қала болуына, әдемі шаһар болуына Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері де белсене қатысып, өздерінің үлестерін қосты. Мысалға, біреуі құрылысшы болса, екіншісі бизнесмен болды, тағы бір мұғалім болса, біреуі халықтың денсаулығы бағытында жұмыс жасады. Мен ойлаймын, осындай үлкен еңбектің арқасында Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері де бүгінгі біздің әдемі астанамыздың көркейіп өсуіне үлкен үлес қосты. Ел бірлігі мен татулығын сақтау жолында Астананың қандай бастамалары ерекше әсер етті? Мен атап өтер едім, басқа мемлекеттерде жоқ бұл институт. Осы институттың жұмысын біздің жаңағы республикалық халықаралық деңгейде жасау үшін өзіміздің осы Астана қаласының төрінде үлкен тәуелсіздік сарайы салынды. Және сонымен бірге бейбітшілік пен келісім сарайы бар. Бейбітшілік пен келісім сарайының аты айтып тұрғандай, осы сарайда жылда, биылғы жылы 34-ші рет Қазақстан Халқы Ассамблеясының сессиясы ұйымдастырылып өткізіледі, және ол сессияны президентіміз басқарады.
Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағымыз осы алдағы уақытта Астананың ел бірлігі мен татулығын сақтау жолында жаңа қандай қадамдар жасау қажет? Сіздің осы тұста ой пікіріңіз қандай? Бүгінгі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясы өзінің 30 жылдық мерейтойында үлкен жетістіктерге жетті деп атап өттім. Және де қоғамда өзінің сондай оң бағытта жұмыс жасап отырған институт екенін айқындады. Осы бағытта менің ойымша бұрын Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелерін біздің жалпы халық би билеп ән айтып жүретін институт деп ойлаушы еді. Бірақ та қазіргі таңда бұл институт Қазақстан экономикалық дамуына және ұлтаралық келісімді сақтап отырған, біздің бейбітшілігімізді үлкен ту етіп тігіп отырған үлкен бір шаңырақ астындағы бір мемлекет екенімізді, бір ұлт екенімізді дәлелдеді. Мінекей осы бағытта біз бұрынғы кезде Қазақстан Халқы Ассамблеясының бағыты татулық пен бірлік болып тұрды. Ал қазір біз уже қоғамдағы барлық Қазақстан Республикасының экономикалық дамуындағы барлық бағыттарда өзінің үлесін қосып отыр. Және де айта кететін, Қазақстан Халқы Ассамблеясы бүгінгі кезде 30 жылдың ішінде уже жоғары деңгейде заңнамалар қабылдау кезеңіне де жетті. Ол бұрынғы кезде парламентте депутаттарымыз отырса, бүгінгі таңда Сенат қабырғасында Қазақстан Халқы Ассамблеясының сайланған 5 депутатымыз өзінің қызметін атқарып отыр. Бұл да болса, біздің Қазақстанның дамуына және Қазақстанымыздағы, оның ішінде Астана қаласының дамуындағы әрбір қабылданып отырған заңдарға өз үлестерін қосып отыр. Мен ойлаймын, біздің бірлік пен татулықты ту ететін бізге үлкен жобалар қажет, және ол жобалар бүгінгі таңда жүзеге асырылып отыр. Ол жобаларымыздың бірі бүгінгі таңда жүзеге асырылып отқан жобамыздың бірі біз әр алуанбыз, бірақ біз біргеміз деген үлкен жобамыз бар. Бұның өзі аты айтып тұрғандай, бүгінгі таңдағы басқа мемлекеттердегі геосаяси жағдайға байланысты біздің Қазақстанның ішіндегі тату тәтті тұруымыз, бір-бірімізбен түсіністікте және бірлікте тұру, ол біздің әрқайсымыздың міндетіміз. Сол себепті мен айтар едім, бізге осы бүгінгі таңдағы бейбітшілігімізді, бүгінгі таңдағы ауызбіршілігімізді, бірлікті сақтайтын үлкен өзімізге ауызбіршілікпен осындай бір үлкен бірлік пен татулықты ту ететін осы бағытымыздан ажырамауымыз керек. Бұл бағыт, бұл жол дұрыс жол деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет. Астана күні бұл ел мерекесі. Осындай айтулы мейраммен барша қазақстандықтарды, барша жерлестерімізді өз атыңыздан құттықтасаңыз. Үлкен рахмет. Қазақстан Республикасы Астанасы бұл біздің өзіңіз айтқандай үлкен символы Қазақстанның. Сол себепті мынау керемет осы Астана күнінде мен барлық қазақстандықтарды осы Астана күнімен құттықтаймын. Астанамыз өркендей берсін, өрлей берсін, шарықтай берсін. Қазіргі әсем де сәнді қаламыз тек бейбітшілікті ту еткен үлкен мемлекетке айналсын. Құрметті Амангүл Әбдіғалиқызы, біздің осы бағдарламамызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Сіздің әрбір ойыңыз бен тілегіңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз.